Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ағзамызға өте пайдалы тұнып тұрған коллаген, яғни холодец дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен салқын суымызға осылай екі сүйегімізді осылай салатын боламыз. Салқын су болуы қажет. Осылай орташа отта бір қайнап шыққанша бетін жауып қайнататын боламыз. Осылай бір қайнап шыққаннан соң көбігі шығады. Осылай осы судың барлығын төгіп тастайтын боламыз. Үстінен салқын су құйып қайтадан 7-8 сағатқа қайнататын боламыз. Осылайша сүйегіміз осылай әдемі қайнап жатқан кезде, осы қайнап жатқанына 4-5 сағаттай болды. Жақсылап қайнап болғаннан соң оның үстінен қалауынша осылай бір жапырақ ет қоссаңыздар да болады. Мен осылай бір жапырақ етті қостым және бір бас пиязымызды және бір дана сәбізімізді қосатын боламыз. Тұз да қосқан болатынмын осы кезде, видеоға түспей қалыпты. Осылайша барлығын енді тағы да бетін жауып қайнататын боламыз. Және қалауынша лавровый лист, қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Осылайша біздің сүйектерімізді толықтай 8 сағаттай қайнаған болатын менікі. Кішкене ғана су тартылды. Енді осы сүйектерімізді барлығын бөлек ыдысымызға салып қоямыз. Өте уылжып піскен болатын. Етімізді де аламыз. Осылайша бөлінген осындай түбінде қалған пияздарымызды да сүзгішпен сүзіп алып тастайтын боламыз. Осылай тап-таза мөлдір сорпасы ғана қалу керек. Бетіндегі майды да алып тастайтын боламыз. Осылай барлық майын алып тастап, құр сорпа қалуы қажет. Осылайша бір қайнап шыққан сәбізімді 4 бұрышты етіп өте ұсақтап турап шыққан болатынмын. Қалауыңызша осындай көк пиязды қоссаңыздар да болады, әдемі етіп турап. Немесе қайнатылған жұмыртқаны, сәбізді гүлді етіп, әртүрлі етіп, горох дегендей барлықтардың астына салып, сәндік ретінде осылай турап алсаңыздар да болады. Осылай мен еттің барлығын өте ұсақ етіп турадым және сіңірлерді де осылай өте уылжып піскен барлығын кесіп, өте жіңішке етіп турап шыққан болатынмын. Енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі формада дайындасаңыздар да болады холодецті. Осылайша барлық сәбіздерімді осылай салып, әдемілік ретінде ғана қосқан болатынмын. Және үстінен етпен сіңірлеріміздің барлығын бөліп қосып шығатын боламыз.
Осылай туралған заттарымыздан бетпе-бет етіп сорпаны құйып шығатын боламыз. Холодестерімізді осылай 1-2 сағатқа холодильникке қоятын боламыз. 1-2 сағаттан соң пышақтың көмегімен осылай шеттерін ажырату арқылы ыдыстарымызға салып шығамыз. Біздің холодесіміз дайын болып шықты. Өте ерекше, өте дәмді, ағзаңызға өте пайдалы, нағыз коллаген. Осылайша үй жағдайында сізде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса маған тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сізде дәл осылай дайындап көріңіздер, ас болсын.